Баршаларыңызға сәлем, сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай үйге арналған қазақи нақышта тоқылған үйге келетін аяқ киім тоқимыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, ішкі жағынан қараған кезде ешқандай жібі шығып тұрған жоқ. Өте әдемі, керемет тоқылған. Осындай үйге арналған аяқ киімді бізбен бірге тоқып үйреніңіздер. Ал енді сабағымызды бастайық. Осындай керемет аяқ киімімізді тоқу үшін бізге керек осындай табан. Бұл табанымыз 36-37 өлшемде. Бұл бізге келеді 36 немесе 35 өлшемге келеді. Және осындай екі түсті жіп, жасыл, ақ, және де ілмек пен қайшы керек бізге. Енді бізде табанымыздың бірінші сыңары тоқылған. Екіншісін өлшеп осылай дәлдеп аламыз. Екі жақ бірдей болу үшін. Осылай өлшеп аламыз, ілмегімізбен белгілеп қоямыз осылай. Енді тоқуды бастаймыз. Ең бірінші тоқуымыз осындай жасыл түспен басталады. Бұл жіп, иран жібі, екі қабаттап тоқимыз. Ақ жібімізде иран жіп, жасыл жібімізде иран жібі. Осылай жібімізді іліп алып, ілмегімізді табанның жібінен өткізіп, жібімізді іліп алып, осылай бекітіп аламыз. Сіздерге жақындан көрсетейін. Мінекей. Енді артық жібімізді бірге алып, арасында тоқып кетеміз. Жібімізді ілмекке іліп алғаннан кейін, табанның жібінен өткізіп, сол жерден жібімізді іліп алып шығарып, ілмектегі ілмекте үш жіп тұрады, соны бірінші екеуінен өткіземіз, екінші рет тағы екеуінен көтеріп, жоғарғадай көтереміз. Осы әдіспен осылай айландырып табанымызды бірінші қатарын тоқып шығамыз. Өздеріңіз осы жерде мұқият қарасаңыздар, түсініп аласыздар. Мінекей, іліп шығарып алдық, ілмектегі екі жіптен бір өткіздік, және екі өткізіп жоғарғатай көтереміз. Осылай келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Мінекей, тоқып аяқ жағына дейін жеттік. Осылай жібімізбен өлшеп аламыз. Екі жағы да тең болу керек. Өлшеп алғаннан кейін, ілмегімізге бір рет іліп алып, жібімізді жоғарғатай көтеріп, табанымызды өзімізге қарай қаратып, екінші қатарымызды тоқуды бастаймыз. Осы жерде сіздерге анық болу үшін жақынырақ көрсетейін. Мінекей, екінші қатарымызды тоқуды бастаймыз. Осылай ілмекке жібімізді іліп алып, екінші көзімізден өткізіп, жібімізді іліп шығарып алып, бір рет, екі рет жоғарғатай көтереміз. Мінекей, үшінші көзімізден іліп алып, ілмектегі үш жіптің екеуінен бір өткіземіз, екіншісінен тағы бір рет өткіземіз. Бірінші қатарды қалай тоқыдық, дәл солай, екінші қатарымыз дәл солай тоқылады. Бұл жерде ең бастысы осылай бірінші қатарда табанның жібінен іліп алып тоқып алып отырсақ, екінші қатарымызда осылай әрбір көзден осылай іліп алып тоқимыз. Осы бір әдіспен ғана тоқи береміз.
Жаңадан бастап атқан қыз келіншектер, аналар, әжелер, сол кісілерге керемет мүмкіндік. Осылай бастан аяққа дейін тоқып, үйреніп аласыздар. Мінекей, осылай айландырып, келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Мінекей, екінші қатарымызды аяқтадық. Осылай жібімізді бір іліп алып, табанымызды өзімізге қаратамыз. Осы жерде үшінші қатарымызды тоқимыз. Бұл жерде екінші көзден ілмегімізді өткізіп, ілмектегі екі жіптен өткіземіз. Осылай үшінші қатарымызды тоқып шығамыз. Бұл жерде екі рет көтермейсіздер, бір рет қана ілмектегі екі жіптен өткізіп іліп алып тоқисыздар. Мінекей, жақынырақ көрсетейін. Осылай өткізіп алғаннан кейін ілмектегі екі жіптен осылай іліп ала саласыздар. Осы бір әдіспен аяқ жағына дейін тоқып аласыздар. Осылай үшінші қатарымызды аяқ жағына дейін тоқып, артық жібімізді кесіп алып тастаймыз да, түйіп тастаймыз, бекітіп түйіп тастаймыз. Мінекей, үшінші қатарымызды бітірдік, жібімізді түйіп тастадық. Енді беткі жағын тоқуды бастаймыз. Мінекей, осындай керемет әдемі өрнегімізді тоқуды бастаймыз. Бізге керек енді осындай қосымша ақ жіп. Осы жерде сіздерге кестесін көрсетіп кетейін. Өздеріңізге анық болу үшін осы жерде телефонмен скриншот жасап алсаңыздар болады. Бұл жердегі біздің қызыл түспен бояп қойғанымыз, ол біздің осы ақ жіппен жүргізген қатарларымыз. Мінекей, мына жердегі ақ қатарымыз, ол мінекей қызыл. Осылай осы жерден, осы кестеден көріп тоқи берсеңіздер болады. Жаңадан тоқ көріп жатқан қыз келіншектер, аналар, әжелер менімен бірге тоқсаңыздар болады. Ал егер біраз тоқып жүрген кісілер осы кестені көзбен көріп ақ тоқи берсеңіздер болады. Мінекей, бізде мына жерде 4-ші, 5-ші, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 және 14 қатар тоқыппыз. Бұл жерде менде 14 қатар шыққан себебі менің табанымның өлшемі кіші өлшем. Сіздерде үлкен өлшем болса, осылай мен көрсетіп жатқан секілді осы жерлерді толықтырып тоқи берсеңіздер болады. Мен көрсетіп жатқан жерлерді осылай ақ жіппен тоқып шықсаңыздар болады. Мінекей, енді бастайық. Осылай дәл ортасын белгілеп аламыз. Мен осылай белгілеп аламын дәл ортасын. Бізде дәл ортасы осы жерде болып тұр. Мінекей, осы жерден 8 көз санаймыз. Мінекей, бірінші көзіміз болса, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей, 8 көз санап, 8-ші көзден ілмегімді өткізіп алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-шінен өткізіп алдым. Осылай ортасын өздеріңіз дәлдеп алсаңыздар, дөп түзу шығады. Ең бірінші бастамасында мұқият болу керексіздер. Арғатай, оп-оңай. Осы жерден осылай бірінші жібіміз біздің жасыл түсті. Осылай бастап аламыз. Жібімізді
ілмекке іліп алғаннан кейін бірінші көзде ілмегіміз тұр, екінші көз тастап, үшінші көзден тоқимыз. Мінекей, ортасына бір көз тастап кетеміз. Осылай үшінші көзден іліп алып, бір және екінші рет көтереміз. Жоғарғыдай іліп аламыз. Дәл сол іліп алған көзден тағы бір рет осылай тоқып аламыз. Мінекей, жіпімізді ілмекке іліп алып, сол бір өткізген жерден тағы бір рет өткізіп, ілмектегі үш жіп тұрады, сол жердегі екі жіптен іліп алып өткізіп, одан кейін екі жіптен тағы өткіземіз. Біз міне бұл жерде бірінші қатарымыз, бірінші қатарда өздеріңіз көріп отырғандай қызыл, ол біздің ақ жіп. Осы жерде мінекей осылай бастаймыз. Енді осы жерде ілмектегі екі жіп тұр ғой, сол жерден негізі жасыл жіпті іліп алу керекпіз. Ал бұл жерде қосымша жіпті қосқан кезде осылай қосамыз. Мінекей, бұл жерде жасыл жіп емес, қосатын өзіміздің мінекей ақ жіпті іліп алып тұрмыз. Енді осы жерде мына жіптердің барлығын осылай бірге тоқып кетеміз. Бір көз тастап, ортаға келесі көзімізден іліп алып, осылай бір, екі рет жоғарғатай көтереміз. Және дәл сол жерден тағы бір рет осылай тоқып аламыз. Мінекей, енді біз келесі қатарымыз жасыл түспен тоқылу керек. Мінекей, жасыл түсті осылай, осы жіптер ішінде бірге тоқылып кетеді. Жасыл түсті міне осылай қосамыз. Осылай бірге бекітеміз. Мінекей, ортаға бір көз тастап, келесі көзімізден осылай іліп алып тоқимыз. Мінекей, және де жіптерімізді ақырын тартып қоямыз, бос болып қалмас үшін. Мінекей, бұл жерде осылай тоқыдық, себебі келесі қатарымызда жасыл. Сол себепті осылай тоқып аламыз. Мінекей, ендігі қатарымыз ақ. Сол үшін осылай бір рет көтергеннен кейін келесі ақ жібімізбен тоқимыз. Мінекей, осылай біріктіреміз. Осылай біріктіріп тоқып кетеміз. Тоқып жүрген қыз-келіншектер көбінесе қазір үйде отырған апалар тоқиды емес па, осындай аяқ киімдерді, неше түрлі сыртқа киетін аяқ киімдерді. Ол кісілерге мысалы бұл тоқу оңай. Осылай мені бірінші қатар тоқығанды көріп, бірден кестеге қарап, аяқ жағына дейін менің сабағымды көрмей-ақ тоқып кете береді. Ал жаңадан бастап жатқан кісілерге арнап, мен осы сабағымды ұзағырақ түсірдім. Бастан аяғына дейін ортасын бөлмедім. Сол үшін мұқият қарап, бірге бір тоқысаңыздар, өте керемет болып шығады. Мінекей, осы жерде аяқтаймыз. Мінекей, осы жерде бір көз тастап, екінші көзден бекітеміз. Бұл бастама кезіндегі осылай жасыл түспен бекітеміз. Және де түйетін кезде табаннан өткізсеңіздер дұрыс болады. Осылай табанымыздан өткізіп, жібімізді түйіп аламыз. Түйген кезде ортасында ақ жіп қалған дұрыс. Мінекей, жібімізді ақырын тартып қоямыз. Мына жерде артық жібін қиып алып тастасаңыздар болады, тым қатты ұзын болып кеткен.
Мінекей, осылай түйіп аламыз. Мінекей, біздің бірінші қатарымыз дайын болды. Енді келесі қатарымызды тоқимыз. Келесі қатарымыз мінекей. Ең басында екі қатарымыз жасыл, одан кейін үшіншісі ақ, жасыл, ақ, екі рет жасыл болып тоқылады екен. Енді біз екінші қатарымызды 3 көз санаймыз. Үшінші көзімізден ілмегімізді өткізіп аламыз. Біздің енді екінші қатардағы бірінші қатарымыз жасыл түстен басталып тұр. Сол үшін осылай жасыл түсті іліп алып тоқимыз. Мінекей. Ортасында қалдырып отырған жібімізді дәлдеп аламыз. Тым қысқа, тым ұзын болып кетпесін. Осылай жасыл түсімізбен тоқимыз. Біздің жасыл түсіміз бұл жерде екі қатар екен. Мінекей, екінші қатарымызды тоқып жатқан кезде бір рет қана іліп аламыз және осы жерде тоқтаймыз. Осы жерде ақ жібімізді біріктіреміз. Мінекей, ақ жібімізді осылай біріктіріп, осы жіптерді бірге тоқып кетеміз. Мінекей, ендігі неміз қатарымыз ақ. Осылай ақ жіппен тоқимыз. Одан кейінгі қатарымыз жасыл. Мінекей, осы жерде тоқтаймыз. Жасыл жібімізді біріктіреміз. Енді жасыл түспен тоқимыз. Одан кейінгі түсіміз ақ. Осылай тоқып келеміз, бір көтереміз. Екіншісінде ақ жібімізді біріктіреміз. Мінекей, ақ жіппен тоқып жатырмыз. Ендігі қатарымыз жасыл. Жасыл түспен тоқимыз. Екі қатарымыз жасыл түс болады. Мінекей, бұл жерде ешқандай түсті біріктірмейміз. Себебі келесі қатарымыз да жасыл түс. Мінекей, осылай басында қанша көз санап ілмегімізді іліп алып тоқуды бастадық. Аяқтаған кезде дәл солай 3 көз санап, үшінші көзден іліп алып, сол жерден түйеміз. Мінекей, осылай іліп алып, жібімізді табаннан өткізіп түйіп аламыз. Мінекей, екінші қатарымызды тоқып бітірдік.
Endi 3-qatarimizni to'quvni boshlaymiz. Bu yerda bizni sizib qo'ygan kestimizga qaraymiz. Mineki, bu yerda biz 2 qatorda to'qib oldik. Endi 3-qatorda to'qiymiz. O'zlaringiz ko'rib o'tirganday, mineki 3-qatorimiz. Eng birinchi жасыл tus, odan keyin oq, жасыл, 2 ret oq bilan to'qiymiz. Odan keyin жасыл, oq, жасыл tus bilan to'qiymiz. Dal solay 3-ko'zimizdan ilmagimizni ilib olamiz. Birinchi qatorimiz жасыл tus bo'lgandan keyin жасыл jibimizni o'slay o'tkazib olamiz. Mineki, jibimizni o'slay daldab olamiz. O'slay ilib olib to'qiymiz. Және bizning kelasi qatorimiz oq bo'ladi ekan. Mineki, o'sha yerda endi oq jibimizni biriktiramiz. O'slay oq jibimizni biriktiramiz. O'sha yerda oq jibni o'slay belgilab daldab olamiz. Qattiq qisqa, qattiq uzun bo'lib ketmasin. Және de o'slay to'quvni boshlaymiz. Aqrin o'slay jiblaringizni tortib qo'ysanizlar bo'ladi. Mineki, o'slay bir ret ilib olamiz. Kelesi жасыл tusni biriktiramiz. Mineki, endi жасыл tus bilan to'quvni boshlaymiz. Endigi qatorimiz oq, ikki qatorimiz oq bo'ladi. O'slay jiblaringizni aqrin tortib qo'yingizlar, sababi bo'z bo'lib qoladi ekan. Mineki, kelasi qatorimizda oq. Жаңадан boshlab o'tirgan qiz-kelinliklarga ajinlarimizga arnab boshida aytdim qo'y. O'slay uzog'idan tushirdim. O'rtasin uzbey o'slay tushirdim. Sababi bu to'quv adisi boshlabqi to'quv adislariga qaraganda sal qiyindov. Және шатасып кетулеріңіз мүмкін. Сол себепті жаңадан бастап жатқан қыз-келіншектер осылай бірге-бір қарап тоқысаңыздар, шатаспайсыздар және өте әдемі болып шығады. Сол үшін ортасын үзбей, басынан аяғына дейін осылай үзбей түсірдім сіздер үшін. Мінекей, осылай 3 көз санап, 3-сінен түйіп тастаймыз. Осылай табаннан өткізген дұрыс, себебі ақ жібіміз ішінде қалып қояды да, осылай бірге түйіліп кетеді, ішінде қалады. Мінекей, осылай түйіп аламыз. Мінекей, 3-ші қатарымызды тоқып бітірдік. Ендігі келесі қатарымыз 4-ші қатар. Мінекей, 4-ші қатарымызды тоқимыз. Бірінші жасыл, ақ, жасыл, ақ. Екі қатарымыз жасыл, одан кейін ақ болады екен. 3-ші көзімізден өткіземіз. Бірінші қатарымыз жасыл болғаннан кейін жасыл жібімізді өткізіп аламыз.
Осылай мұқият қарап отырып, бірге бір тоқысаңыздар, шатаспайсыздар. Осылай бір сабақты көріп аласыздар, сабағымды аяғына дейін түсініп аласыздар. Және тоқуды бастаған кезде осылай менімен бірге тоқысаңыздар, тез үйреніп аласыздар. Мінекей осылай қарап отырып, қолдарыңызда ілмек, табандарыңыз, жіптеріңіз осылай бірге іліп алып, осылай тоқысаңыздар, тез үйреніп аласыздар. Мінекей, 4-ші қатарымыздың аяқ жағына келдік. Осылай жібімізді табаннан өткізіп, түйіп тастаймыз. Мінекей, 4 қатарымызды тоқып алдық. Осындай әдемі өрнегіміз шығып келатыр. Енді келесі қатарымыз 5-ші қатар. Мінекей, 4 қатар тоқыды. Ендігі мына кесемізге қарасақ, 5-ші қатарымыз жасыл түстен басталады екен бізде. Мінекей, 3-ші көзімізден ілмегімізді іліп алдық. Енді жасыл жібімізді іліп алып, осылай жақсылап өлшейміз. Осылай іліп алып, бекітіп, тоқуымызды бастаймыз. Бұл жерде бізде мінекей жасыл, енді келесі ақ болады. Осылай ақ жібімізді біріктіреміз. Мінекей, ендігі жасыл.
Ендігі қатарымыз ақ. Ақ жібімізді біріктіреміз. Ендігі жасыл. Жасыл жіппен екі қатар тоқимыз бұл жерде. Мінекей біріншісі. Және де екіншісі. Одан кейінгі қатарымыз ақ, жасыл, ақ, жасыл болып аяқталады. Мінекей, бесінші қатарымызды аяқтадық. Енді осылай жақсылап түйіп тастаймыз. Енді алтыншы қатарымызды тоқуды бастаймыз. Ол жерде енді бізде ақ жіппен басталады. Мінекей, алтыншы қатарымыз. Енді ақ түспен бастаймыз. Осы жерде үшінші көзімізден өткізіп аламыз. Енді ақ түстен бастаймыз. Осылай ақ жібімізді іліп алып, осылай дәлдеп аламыз. Және жасыл түспен қалай тоқыдық, дәл солай осы ақ түспен бастап тоқи береміз. Мінекей, келесі қатарымыз бізде жасыл. Енді жасыл жібімізді біріктіреміз. Мінекей, осылай өлшеп аламыз жібімізді. Қатты тартылып кетпесін ортасы. Екі қатар бізде жасыл болады. Мінекей, жасылымызды тоқып жатырмыз. Мінекей, келесі қатарымызда жасыл болады. Осы жерде келесі қатарымыз ақ. Ақты біріктіреміз. Келесі қатарымыз жасыл. Мінекей, ақ болады.
Ендігі қатарымыз жасыл. Жасыл болады. Одан кейін ақ, жасыл, және ақ жіппен тоқып аяқтап түйіп тастаймыз. Осылай аяқ жағын түйіп тастаймыз. Ендігі бұл жерде біз ақ жіппен түйіп жатырмыз. Осылай түйіп, ақ жібімізді тартып, осылай жақсылап бекітіп тастаймыз. Мінекей, біздің 6-шы қатарымыз да бітті. Енді 7-ші қатарымызды бастаймыз. Бұл жерде біз енді жасыл түспен бастаймыз. Мінекей, осылай жақсылап белгілеп алып, жасыл түсімізбен бастаймыз. Мінекей, келесі қатарымыз ақ түсті біріктіреміз. Мінекей, осылай жіптерімізді ақырын тартып қоямыз. Мінекей, осылай ақ жібімізбен тоқимыз да, осы жерде жасыл түсті біріктіреміз. Мінекей, келесі қатарымыз ақ түсті біріктіреміз. Ақ жібімізді осылай біріктіріп, мінекей, осылай ақ жібімізді біріктіріп, келесі қатарымызды ақ түспен тоқимыз. Ендігі жасыл. Мінекей, осы жерде бізде екі қатар ақ жіппен тоқылады. Міне біріншісі және екіншісі. Мінекей, осылай ақ жібімізден тоқып алып, енді жасыл жібімізді біріктіреміз. Осылай жасыл түспен, ақ түспен, жасыл, ақ, жасыл түспен тоқып, аяқтап, түйіп тастаймыз.
Мінекей, осылай 7-ші қатарымызды түйіп тастаймыз. Осылай табаннан өткізіп, жасыл жібімізді тартып, жақсылап бекітіп түйіп тастаймыз. Ендігі біздің 8-ші қатарымыз, ол ақ түстен басталады. Мінекей, 8-ші қатарға келдік. Осылай 3-ші көзден өткізіп алып, ендігі ақ жіптен бастаймыз. Осылай ақ жібімізді іліп алып, өткізіп, осылай жақсылап белгілеп аламыз, және осылай тоқуымызды бастаймыз. Мінекей, келесі қатарымыз жасыл. Осы жерде жасыл жібімізді біріктіреміз. Мінекей, енді ақ түсімізді, ақ жібімізді осылай бекітіп тоқимыз. Келесі қатарымызға, одан кейінгі қатарымыз дәл солай ақ түс. Мінекей, бір және тағы бір қатарымызды осылай ақ жіппен тоқимыз. Ендігі келесі қатарларымыз жасыл, ақ, және ақ, жасыл, ақ болып аяқталады. Мінекей, 8-ші қатарымыз тоқ болдық. Осылай
ақ жіппен аяқталды. Осылай ақ жібімізбен түйіп, жақсылап бекітіп тастаймыз. Енді 9-шы қатарымызды тоқимыз. Мінекей, осындай керемет өрнегіміз шығып келатыр. Мінекей, енді 9-шы қатарымызды тоқуды бастаймыз. Бұл жерде бізде енді жасыл түстен басталады. Мінекей, ендігі қатарымыз біздің ақ жіппен, осылай ақ жіпімізді біріктіріп, келесі қатарымызды ақ жіппен тоқимыз. Бұл жерде бізде біріншісі жасыл, ақ, жасыл, ақ, жасыл, ақ, және екі қатар жасыл, жасыл, и аяғына дейін жасыл, ақ боп, жасыл жібімізбен аяқтап түйіп тастаймыз.
Мінеки 9-нчы қатарымызды да аяқтадық. Осылай ең соңғы жағын жасыл түсті жіппен аяқтадық. Осылай түйіп тастаймыз. Енді 10-нчы қатарымызды тоқуды бастаймыз. 10-нчы қатарымыз біздің жасыл түсті жіппен басталады. Мінеки, енді 10-нчы қатарымызды бастаймыз. Осылай ілмегімізді 3 көзданып, 3-ші көзден осылай іліп аламыз. Және осы жерде бізде жасыл жіппен бастаймыз. Мінеки, осылай бірінші қатарымыз жасыл жіп болса, екіншісі ақ жіп. Ақ жібімізді тоқимыз. Осылай ақ жібімізді біріктіріп, осылай дәлдеп, өлшеп, келесі қатарымызды ақ жіппен тоқуды бастаймыз. Бұл жерде де дәл солай. Бірінші қатарымыз жасыл, ақ, екі қатар жасыл, ақ, жасыл, және ақ, жасыл деп жасыл түспен аяқтаймыз.
Осылай 10-шы қатарымызды аяқтап, жасыл жібімізбен түйіп тастаймыз. Ендігі қатарымыз 11-ші қатар. Ендігі қатарымыз біздің 11-ші қатар. 11-ші қатарымыз біздің жасыл түстен басталады. Осылай жасыл жібімізді іліп алып, тоқуды бастаймыз. Осылай жібімізді дәлдеп аламыз. Тым қатты ұзын немесе қысқа болып қалмасын. Осылай дәлдеп аламыз. Осылай дәлдеп алғаннан кейін тоқуымызды бастаймыз. Мінекей, осылай іліп алып, бір және екінші рет жоғарыға қарай көтереміз. Бір жерден екі рет іліп алып тоқимыз. Және осы жерде ақ жібімізді біріктіреміз. 11-ші қатарымызда бірінші қатарымыз, 11-ші қатардан бірінші қатары жасыл, екінші қатары ақ, жасыл, ақ, жасыл, ақ, жасыл, ақ және тағы бір рет ақ, аяқ жағына дейін жасыл, ақ болып, ең аяқ жағында жасыл түспен аяқтаймыз.
Мінекей, осылай 11-ші қатарымызды аяқтап, осылай жасыл жібімізбен аяқтады, осылай түйіп тастаймыз. Мінекей, осылай керемет өрнегіміз шығып келе жатыр. Енді біз 12-ші қатарымызды тоқимыз. Бұл жерде бізде жасыл жібімізбен басталады. Осылай жасыл жібімізді іліп алып, жақсылап белгілеп, тоқуымызды бастаймыз. Бұл біздің 12-ші қатарымыз. 12-ші қатарымыздың бірінші қатары жасыл түс, екінші қатары ақ түс. Үшіншісі жасыл түс, ақ түс, жасыл түс, ақ түс, және тағы бір рет ақ түс, жасыл ақ түс, және тағы бір рет ақ түс, жасыл ақ болып аяқ жағына дейін тоқылады, және жасыл түсті жіппен аяқталады. Міне аяқтап, жасыл жібімізбен түйіп тастаймыз, жақсылап тұрып.
Мінекей, осылай біздің 12-ші қатарымыз бітті. Осы жерде біздің осындай өрнегіміз аяқталды. Ары қарай тоқып кетуге болады, бірақ бізде табанымыз кіші өлшем болғаннан кейін біз өрнегімізді осылай аяқтадық. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, міне осы жерден біз аяқтадық. Міне осы жерден. Негізі сіздердің үлкен, негізі 40-шы, одан үлкен өлшемде болса, осылай, осы кестеде көрсетілгендей, осылай тоқып кетсеңіздер болады жалғастырып. Енді біз соңғы 13-ші қатарымызды тоқимыз. Ол қатарымыз біздің тек жасыл түспен ғана тоқылады. Мінекей, осы жерде ең соңғы қатарымызды тоқып келе жатқан кезде ақ жібіміз аяқталды ғой, оның артық жерін кесіп алып тастадық. Және осы жерде осы ақ жіпті түйіп тастаймыз. Түйіп осы жерде бекітіп тастаймыз. Осылай қай жерде ақ жіппен тоқылды, сол жерге қатай өткізіп, сол жерден ары бері өткізіп, түйіп тастаймыз. Негізі сол шығарып қойған жерден түйсеңіздер, ол әдемі көрінбей қалады, себебі жасыл түстің үстіне қарай түйіледі. Сол үшін қай жерден ақ жіппен тоқыдық, сол жерге қатай өткізіп, сол жерден түйіп аласыздар. Ары қарай біз өзіміздің 13-ші қатарымызды тоқып бітеміз.
Мінекей, осылай біздің аяқ киіміміз тоқылып бітті. Енді біз бір қатар тоқып шығамыз, міндетті түрде, себебі біздің осындай үйге киетін аяқ киіміміздің бас жағы созылып кетпес үшін осылай бір қатар бекітіп тоқып шығамыз. Мінекей, осылай әдемілеп тоқып, аяқ жағына дейін тоқып аламыз да, жақсылап түйіп тастаймыз. Мінекей, аяқ жағына да жеттік. Осылай артық жібімізді кесіп алып тастаймыз да, әрбір жерінен өткізіп, жақсылап түйіп тастаймыз. Міндетті түрде түйген кезде жақсылап түйіңіздер, өздеріңізге сенімді болыңыздар. Жақсылап түйдім, сөгітіліп кетпейді дегендей. Бірақ бір жерге бірнеше рет түйе берудің қажеті жоқ. Себебі ол түйгеннен кейін аяққа батады екен. Сол себепті жақсылап түйіңіздер, бірақ бір жерге көп түйіп тастаудың қажеті жоқ. Мінекей, осылай әрбір жерден өткізіп, жақсылап түйіп тастаймыз. Және осымен біздің бүгінгі тоқыған керемет қазақи ою өрнекпен нақышталған үй аяқ киіміміз бітті. Мінекей қыздар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осындай керемет қазақи ою өрнекті осылай үйге арналған аяқ киімге тоқуға болады. Бүгінгі сабағымыз ұзақ болды, себебі жаңадан бастап жатқан қыз-келіншектерге, әжелерімізге оңай болсын деп, анық көрсін деп, осылай сабағымды бүгін ұзақ жасадым. Бүгінгі сабағым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Барынша сіздерге түсінікті болсын деп әдемілеп түсіруге тырыстым. Бүгінгі сабағым сіздердің пайдаларыңызға жараса және де ұнаса, сиқырлы ілмектер анасына жазылып, қоңыраушаны басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ендігі келесі сабағыңызда кездескенше сау саламатта аман болыңыздар.